Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2 сыныптың қазақ тілі пәнінің 27-ші сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз к мен г. Балалар, біз бұл сабақта к және г әріптерінің емлесін сақтап жазатын боламыз. Және мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймыз. Енді 36-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өлеңіміздің тақырыбы қандай екен балалар? Достық ұлы туымыз. Дос бауыр көп, тосқауыл жоқ. Айқара ашық есігі, ұлы отаным, гүл отаным, тыныштықтың бесігі. Тілегі бір, жүрегі бір, достармен біз біргеміз. Туыс барда, құрыштан да берік біздің іргеміз дейді. Балалар, енді өлең не туралы дейді? Балалар, өлең бұл жерде достық туралы, яғни бізде ақылы көпті дау алмайды, досы көпті жау алмайды деген мақалда айтылғандай, дәл осы өлеңде де досы көп адаммен көп адамның берік іргесі құрыштай, құрыштан да берік деген мағынаны білдіріп тұр. Яғни біздің досымыз көп болса, бізді бірлікте болсақ достарымызбен, онда бізді ешқандай жау ала алмайды екен балалар. Енді өлеңдегі негізгі ойды анықта дейді. Бұл жердегі негізгі ой достық, ынтымақ, бірлік, татулық екен. Келесі қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз дейді. Бұл сөздерде қандай дыбыс өзгеріске ұшыраған, оның себебін түсіндір. Балалар, бұл жерде есігі, бесігі, тілегі, жүрегі. Осы сөздердің төрт сөзде қара түспен жазылған екен, қара сөздермен жазылған екен. Енді бұл сөздерде қандай әріптер өзгеріске ұшырап тұр? Міне, есігі деген сөздің түбірі балалар, есік. Бізде есік деген сөзге деген дауысты дыбысты жалғап тұрмыз. Ереже бойынша к әріпмен аяқталған сөзге дауысты дыбысты жалғайтын болсақ, онда біздің кіміз неге айналатын еді? Г-ге айналады. Яғни есік деген сөз к деген әріппен бітіп тұр, оған біз ні жалғадық. Сол кезде есік к бола ма, әлде есік г болып кіміз г-ге ауыса ма? Әрине, біздің кіміз г-ге ауысып, есік к емес, есік г болады. Келесі бесігі дегенде де дәл сондай. Бұл сөздің түбірі бесік, к-мен аяқталып тұр. Оған біз деген дауысты дыбысты жалғаймыз. Сол кезде бесік к емес, бесік г болады. Тілегі, бұл жерде де дәл сондай. Тілек, бұл сөздің түбірі. Тілек деген сөздің ең соңғы әрпі қандай балалар? К, Ал біз тілек деген сөзге деген дауысты дыбысты жалғайтын болсақ, тілегі болып к қандай әріппен ауысып кетті? Г-мен ауысып кетті. Жүрегі дегенде де жүрек түбірі, оған деген дауысты дыбысты жалғаймыз, жүрегі болып өзгерді. Яғни бұл жерде бұл сөздердің барлығында к деген әріптер г деген әріпке ауысып отыр екен. Енді 37-ші жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына к, г әріптерінің тестісін қойып, өлеңді көшіріп жаз дейді. Халқымыздың сенімі жақсылардың серігі. Күрестерде шыныққан ағаларға мен іні дейді. Балалар, бұл жерге серігі деген сөзге біз г деген әріпті, күрестерде деген сөзге к деген әріпті қойдық. Енді тапсырмаға назар аударайық. К, г дыбыстары туралы білетініңді есіңе түсір дейді. Біз к және г туралы қандай мәліметтер білеміз? К деген әріпіміз біздің дауыссыз қатаң, ал г деген әріп дауыссыз ұяң екен. Және осы к, г әріптер туралы ереже бар еді. Қандай ереже еді ол? К дыбысымен аяқталған сөзге дауысты дыбысты жалғайтын болсақ, ол г-ге ауысатын еді, г-ге айналады. Мінекей біз к және г дыбыстар арқылы осындай мәліметтерді біледі екенбіз. Енді келесі тапсырма, өлеңде серік сөзі қандай өзгеріске ұшырағанын айт дейді. Серік сөзі серігі деген өзгеріске ұшырады. Яғни серік дегендегі к дыбысы г-ге ауысып, серігі болды.
Енді 38-ші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді топтастырып жаз дейді. Ең әуелі сөздерді оқып алайық. Бүршік, көлігі, жиек, тірлігі, еңбегі, кірпік, бүйрегі, киік, тілек, үйрегі, көйлегі, түлек. Балалар, біз бұл сөздерден к дыбысының өз қалпында қалған күйін және оның өзгеріске ұшырап г-ге айналған күйін көре аламыз. Яғни біз бұл жерде к дыбысы сақталған, өзгеріске ұшырамаған сөздерді бір бөлек және дауысты дыбыс жалғағандықтан к дыбысы, к әріпі г әріпіне айналып кеткен сөздерді бөлек жазамыз. Яғни бұл жерде бүршік, жиек, кірпік, киік, тілек, түлек сөздері өз қалпында тұр, өзінің түбір қалпында тұр. Бұларға ешқандай дауысты дыбыс жалғанбаған. Сол себепті к дыбысы өз қалпын сақтап тұр. Енді көлігі, тірлігі, еңбегі, бүйрегі, үйрегі, көйлегі деген сөздерге бұлардың негізгі түбірі к мен аяқталатын сөздер, оған деген дауысты дыбысты жалғағандықтан к әріпі г-ге ауысып отыр. Мысалы, көлігі деген сөздің түбірі көлік, к мен аяқталып тұр, оған біз деген дауысты дыбысты жалғап көлігі деп өзгертеміз. Тірлік, міне тірлігі деген сөздің түбірі тірлік. Бұған біз деген дауысты жалғаймыз да, қалай болады сол кезде? Тірлігі болып өзгереді. Еңбек, еңбекке деген дауысты дыбысты жалғайтын болсақ, онда ол еңбегі болып өзгереді. Мінекей қалған сөздердің барлығы да осындай дауысты дыбыстардың жалғану себебінен өзгеріске ұшыраған. Енді 39-ші жаттығуға назар аударайық. Бос торкөздерге тиісті әріптерді қойып, шыққан мақалды оқы дейді балалар. Балалар, бұл жерде әріптердің үстінде әр түрлі белгілер бар екен. Яғни бұл жерде фигуралар, яғни пішіндер, ай, жұлдыз, жүрекше және күн, тағы да басқа түрлі белгілер бар екен, бейнелер бар екен. Және де біз осы бейнелерге қарап, осы бейнелердің тұсында тұрған, астында тұрған әріптерді қоямыз. Ең бірінші торкөзде күн бейнеленген. Ал мына жерде күннің астында қандай әріп тұр балалар? Б деген әріп тұр, Б деп жазамыз. Келесі жалауша, жалаушаның астында деген әріп тұр. Міне мына жерге жалаушаның астындағы торкөзге ні жазамыз. Мінекей балалар, осындай ретпен біз әріптердің барлығын қойып шыққанда бірлік болмай, тірлік болмас деген біздің қазақтың мақалы шығады екен балалар. Енді к дыбысына аяқталған сөздерге дыбысын қосып оқы дейді. Бұл жерде балалар, к дыбысымен аяқталған сөздер бірлік және тірлік. Екі сөзде де ең соңғы әріптер қандай екен балалар? К деген әріп екен, Енді біз оған деген дыбысты жалғайықшы. Сол кезде біз қалай оқимыз? Бірлік, енді оған ні жалғаймыз. Бірлікі бола ма, әлде бірлігі бола ма? Бірлігі болады, Себебі ережеден біз жаттаған болатынбыз. Соңғы әріпі к-мен аяқталған сөздерге біз дауысты дыбыс жалғайтын болсақ, онда ол г-ге ауысады. Яғни бұл жерде біз жалғап тұрған деген дыбыс дауысты ғой, Сол себепті бірлігі болады. Міне тірлік деген сөзге біз ні жалғайықшы. Сол кезде қандай сөз болады балалар? Тірлігі, яғни к-ге айналады екен балалар, Енді сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз дейді. Енді осы бірлік, тірлік деген сөздерді қатыстырып сөйлем құрайық, Заманымызда озат болу үшін әрдайым бірлікте болуымыз керек. Мінекей бірлік деген сөзді қатыстырып осындай сөйлем құрадым балалар. Заманымызда озат болу үшін, жетістіктерге жету үшін біз әрқашанда бір-бірімізбен дос болуымыз керек, бір-біріміздің жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асырып отыруымыз керек. Сол кезде ғана біз жеңіске жетеміз, алға шығатын болады екенбіз балалар. Енді тірлік сөзіне келетін болсақ, ол күйбең тірлікке ерте араласқан болатын. Бұл сөздің мағынасы күйбең тірлік дегеніміз не балалар? Біздің күнделікті тіршілігіміз, Яғни ол күнделікті тіршілікке, күнделікті күйбең тірлікке ерте жастайынан араласты деген мағынаны білдіреді екен.
Олай болса, балалар, сендерді 28-ші сабақта асыға күтетін боламын. Сабақтарды жіберіп алмаш үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар, балалар.